Сәлем достар, байланыста жұмбақ әлем. 97 жылы пайда болған Netflix компаниясы қазіргі таңда 120-ға жуық фильмдер мен сериалдар шығарып үлгерді. Ал коронавирус кезінде бұл платформа 16 миллионға жуық оқырмандар жинаған екен. 2011 жылдан бастап Netflix Original жұмыс жасай бастады. Бұл компанияның өзі шығаратын материалдар болып табылады. Карточный домик пен Очень странные дела сияқты сериалдар түрлі номинациялардың жеңімпазы атанды. Netflix-тің ұсынған американдық фэнтези жанрындағы «Аватар. Анг туралы аңыз» атты туынды 2005 жылғы Nickelodeon каналынан көрсетілген анимациялық сериалдың адаптациясы болып табылады. Бұл туралы алғаш рет 2018 жылдың қыркүйегінде белгілі болды. Сериалдың премьерасы Netflix-те 2024 жылдың 22 ақпанына жоспарланған. Сериалдың бір сезоны 8 серияны құрайтын болады. Режиссерлардың айтуы бойынша, олар Азия тұрғындары мен тұрғылықты халықтың шынайы тұрмыстарын бейнелегісі келген екен. Сюжетте әуе көшпенділері тайпасынан шыққан Аанг туралы айтылады. 11 жасында ол өзінің 4 элементтің иесі Аватар екенін білді. Ол от ұлтының бастаған көп жылдық соғысын тоқтатып, әлемді құтқару керек. Бірде ол өз елінен қашып кетіп теңіз дауылына түсіп, Аватар күйінде өзін теңіз түбінде қатырып тастады. 100 жылдан кейін оны оңтүстік су тайпасының жасөспірімдері тауып алып, мұздан шығарып алады. Жаңа достары Катара мен Сокамен бірге Аанг элементтерді игеруге аттанады. Ал саяхат кезінде соңдарынан от ұлтының ханзадасы Зуко қуады. Netflix-тің адаптациясындағы сериалда басты рөлдердегі актерлық құрамды айта кетсек, Аангтың рөлін канадалық 14 жасар актер Гордон Карми ойнайды. Киноларға 2019 жылдан бастап түсе бастаған. Катараның рөлін 17 жасар актриса Киавентио Тарбел ойнайды. Кинодағы дебюті 2020 жылы болды. Ол Америка мен Канаданың шекарасында орналасқан иракез тайпасынан шыққан. Катараның ағасы Соканың рөлін 21 жасар бразилиялық актер Ян Оусли ойнайды. Бірақ көрермендердің актердің өз жасына тым үлкен көрінгенімен, кейіпкерге ұқсастығы аз болғаны көңілдеріне шықпады. Зуконың рөлін американдық 22 жасар актер Даллас Лю ойнайды. Кинодағы дебюті Теккен киносында Джин Казаманың кейіпкерін сомдады. Естеріңізде болса, 2010 жылы бұл анимациялық сериалға негізделген Paramount Pictures компаниясы ұсынған кино шыққан болатын. Бірақ фильм кәсіби сыншылардан да франчайзинг жанкүйерлерінен де теріс пікірлер алды. Кейбір шолушылар оны тарихтағы ең нашар фильмдердің бірі деп атады. Өндіріс бюджеті $150 миллион болғанымен, картинаның қорытынды алымдары $300 миллион ғана құрады. Бастапқыда режиссерлар анимациялық серияның барлық 3 маусымын бейімдейтін кинотрилогия жасағысы келген болатын. Бірақ өндіріс компаниялары сынға ұшырап, фильмнің кассалық табысы ақталмаған соң түсірілімді тоқтатқан болады. Бүгінге айтарым осы. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.